пайда болған бұратана халық бұраңқы ел емес. Осынау ұлан ғайыр ұлы далада ертені күшті алып мемлекет өмір сүрді. Ерте дәуірлердегі саққын бірлестігі, орта ғасырлардағы түрік қағанаты мен алтын орда осының айғағы. Бергі заманда қазақ хандығы. Осы күнді ескендер егеменді Қазақстанды алып озық елдер сапына қосты. Бүгін қазақ елі төрткүл дүниеге төрелік ететін дәрежеге жетті. 1996 жылы Алматыдағы республика алаңына тәуелсіздік монументі құрылды. Бұл біздің тәуелсіздігіміздің айғағы. В памяти человеческой навсегда останутся декабрьские дни 1986 года. Сегодняшняя независимость, провозглашенная в декабре 1991 года, досталась не сразу. К независимости стремились многие поколения. В разные эпохи могучие сыны поднимали флаг независимости. За 2,5 тысячелетия казахский народ, как птица тени, погибал и вновь возрождался. И независимость Республики Казахстан – праздник свободы, гражданского мира, добра и согласия, всех людей нашего народа и решения. Это праздник национального единения, общей ответственности за настоящее нашей Родины. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады. 4 июня 1992 году впервые были приняты государственные символы независимого Казахстана. 1993 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі болды. 1993 жыл 15 қараша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы айналымға енгізілді. 30 августа 1995 году на всенародном референдуме была принята новая Конституция Республики Казахстан. 16 желтоқсан 1996 жылы Алматыдағы республика алаңында тәуелсіздік монументі құрылды. В декабре 2012 году главой государства народной страны была принята стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын! Замана үндестігінде Қазақстанда 130 ай өтетілері мерекеде өмір сүруде. Осы челленджді орыс тілі пәні бірлестігі